қыздар, сіздермен бірге Айша. Бүгін сіздермен оңай ленивый медовик, жеңіл жасалынатын медовик тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, сливочное масло, ұн, қант және де обязательно мед, яғни бал және сода қажет болады. Онда біз ең бірінші жұмысымыз, біз майды ертіп, оның ішіне балымызды ертіп, қантымызды ертіп, және де соданы қосатын боламыз. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, майды ерттік, қантты ерттік, бал және де оның үстіне соданы құйып ертіп алдық. Жұмыртқамызды қосайық. Және де тез-тез араластырамыз. Өйткені ыстық болған соң жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Қайнап тұрғаннан кейін. Ал қыздар, біздің қамырымыз дайын, өте жұмсақ, қараңыздар, күшті қамыр болды. Енді осы қамырды екіге бөлеміз ровно. Және де жаямыз, қыздар. Әрбір қамырды бір целый противеньге жететіндей қылып жаямыз. Яғни бізде 2 противень бар менде, 2 противеньді қоя саламын. Яғни қамырды сразу жайып, ешқандай да бөлмеймін, ешқандай да не істемеймін, полностью қоя саламын. Вилкамен осылай тесіп шығамыз, және де духовкаға қоя саламыз. Екінші коржда дәл осылай жайып тесіп қоямыз. Қыздар, крем дайындаймыз. Ол үшін бізге мына жерде кез келген сгущенка және де кез келген процент қаймақты араластырасыздар. Және де мен кеше негізінде крем жасаған болатынмын. Алдындағы тортқа сол крем қалып кеткен болатын. Сол себепті екеуін араластыратын боламын. Яғни бір слойға сол творожный кремді, бір слойға осы крем. Егер де сіздерде творожный кремдеріңіз болмайтын болса, әрине осы бір креммен жасай бергендеріңіз дұрыс болады. Қазір біздің корждарымыз піседі. Корждарымыз пісіпті, бір коржымыз. Сол коржды алып, қазір суыған соң кесетін боламыз бір келкі қылып. Мінекей біз торттың корждарын осылай тура бөліп аламыз. Яғни ешқандай да жаймасыздар. Әр коржды жай жүрмейсіздер, яғни бір келкі қылып жасап, ортасынан бөле саласыздар, болды. Мынау біздің корждарымызды жасау үшін, торт жасау үшін бірінші кішкене кремді алып жағып аласыздар. Енді біздің бірінші коржымызды аламыз, және де коржыңыздың сочны қылғыңыз келсе, осының үстіне қайнап тұрған сумен қантты араластырып бірінші жағып жүрсеңіздер де болады. Мен бірақта 2 түрлі креммен жасап жатқан соң осылай сразу жаға беремін. Бірінші слой менде творожный креммен кетеді. Екінші слойды аламын. Енді қайтадан біз жағамыз. Мынау слойымызды аламыз. Енді творожный сыр кремді жағамыз. Соңғы слойды қоямыз, қыздар.